мен де мынау осы не туралы естідім, мына элеп койсын туралы. Сөйтіп алып ішіп көрдім, не болар екен деп. Мен ішкенде мен байқағаным, ер азаматтардың өте несі болады, ауруы. Простатит, аденома простаты деген, басқа да түрлері. Мен өзімде сол ғой, сосын бүйрегім ауырады, бүйректе тас бар деген. Оң жағымда тас бар екен. Күн салқындаған кезде екі бүйрегім мазамдалып тұратын еді. Простатит кетті, оны байқағаным, мен түнде қайта-қайта шыға беретінім, ол тоқтады. Одан кейін мен Астанада 1-2 жылдай бизнеспен айналысып қайтқанмын. Сонда Астанада бір күні онкологическийге шақырып алды дейді. Жаным болмады, онкология деген кейін мен қорқып қалдым, не біледі. Сөйтіп әбден тексеріліп, кішкене бір признак бар деп жеткен тұғын. Оны мен кейіннен, мынаны ішкеннен кейін, осы жердегі врачтарға біздің мен өзім органда істеген, госпитальге барып, тексеріліп едім, ештеңе жоқ деді. Оны енді тексергендердің бәрі өзім жолдастарыма айтып күлдірген, қалай тексергенін. Сонымен ол кетті, сосын бүйрегімде жаңағы сыздап тұратын нәрсе ол кетті. Сосын мен УЗИ-ға барсам, тас болғанда дәу тас емес, майда-майда жерде тастар бар екен ол жерде көрсеткенде. Соның бәрі кетіпті. Соған мен риза болдым. Тағы бір менің байқағаным, шашым аппақ еді. Қазір жайлап қарайып келіп тұрып, маған жолдасым айтты, шашын қарайып отқан сияқты бар, қой деп. Қарасам, нағағы, чөміне болып бастап дейді, қап ұрымызы да, аппақ еді, не болып отыр, қарайып отыр. Одан кейінгі байқағаным, асқазаным, тамақ сіңбей, мазамдалы бір топ болып тұрады. Қазір жаңағы кім ектебар айтқандай, сіңіп кетеді, тамақты оқырмайтын болдық қазір, қорқмайтын болдық, қой тамақ жесем, қорқытырдың сіңе, ме сіңбей қалама деді. Қазір енді бір тәжіркені ұрағатын болдық анда. Одан кейін мынау мужской сила дейді. Ояғы күш деген енді. Мен енді мынау бір 2-3 отжимание жасайтын, қазір 10 шақты отжимание жасаймын, 10 рет түнікі тартатын болдым. Күші програмда. Белдігім 3-ші тезгізі тұратын тұғын. Онда байқамақ, мына шалбардың бұрынғыда емес, демерді бітіп қарасам, мына 1-ші тезгіні бар қапты. Белдік ішке програмда, май кетті. Маған негізінде сен ақтау керек емес еді. Мен таразыға бар, мен сөйті аз болған сияқтым ба деді. Емдегі тұсқандан бет отыр, сөйті алып кеттім ойды. Таразыға барсам, 7-ге алысып кетіппін. Мен ашпайын деді, мен өзім себіз емеспін, маған не керек оның деді. Сөйтсем, жолдасым деді, ол майын кетіп olған шығар, міне оның нормальный сияқты, бірақ белім жаңа май майды жеге жүрегім. Қанша уақыт іштіңіз? Мен 10 күн іштім. 10 күнде сондай результат. 10 күнде, сол қазір 10 күнде қалдым. Сөйтіп, енді айтыр, нешеден шығасыз? Жарты или бір капсула? Мен басында 4-тен, мен анау 4-ке бөліп, 4-ке бөліп ішіп бұл бірақ ол дұрыс емес екен. Кеше мен шауыраны тыңдадым. Қазірді бірінші 3-ке бөліп ішу керек екен. 3-ке бөліп ішу керек, сол 3 күн ішу керек. Бір айлы ішеді ғой бұл негізінде. Одан кейін, 3 күннен кейін 2-ке бөліп ішу керек. 2 күн ішеді, ештеңе қылмаса,